Мұхтар Әуезов Абай жолы романы. Абай жолы Мұхтар Әуезовтің әлемге әйгілі тарихи романдар топтамасы, қазақтың тұңғыш эпопеясы. Мұхтар Әуезов Абай жолы романы бірінші кітабы 1952 жылы, екіншісі 1947 жылы, үшіншісі 1952 жылы, ал төртінші кітабы 1956 жылы жарыққа шықты. Абай жолы арқылы қазіргі қазақ прозасы күллі дүниежүзі әдеби классиканың шырқаушысына шықты. Сөйтіп, 19 ғасырдың 40-50 жылдарында Мұхтар Әуезов қазақтың бұрын-соңды даму тарихында болмаған ренессансқа айналдырды. Мұның өзі заңды да, себебі Абайдай шығарма бұл тұсқа дейін қазақ әдебиетінде болған емес. Абайды таныту арқылы біз Қазақстанды бүкіл әлемге танытамыз, қазақ халқын танытамыз. Абай жолы біздің ұлттық ұранымыз болуы тиіс. Абай жолы ұлы жазушының ұлы туындысы, бас кітабы. Ол өзінің өлшеулі ғана ғұмырында өзінің артынан өлшеусіз мұра қалдырып, осынау мәңгілік кітабын жазып үлгеріп кетті. Дананың өз арасы дара озып тұруы осы арада жатыр. Абай жолы дүниежүзі халықтарының 116 тіліне аударылған. Абай Құнанбайұлы, ақын, ағартушы, композитор, аудармашы. Құнанбай, би, аға сұлтан, Абайдың әкесі, көрнекті қайраткер. Зере, Абайдың әжесі, Өскенбай бидің бәйбішесі, Құнанбай қажының анасы. Ұлжан, Құнанбайдың екінші әйелі, Абайдың анасы. Біржансал, әйгілі қазақ ақыны, сазгер. Еркежан, Оспанның бәйбішесі, сұлу, қылықты, мінезді қыз. Ділдә, Абайдың бірінші әйелі. Базаралы, Абайдың әкесімен өмір бойы алысып тартысып өткен адам. Жүзе, шыншыл жыршы, ақын. Бөжей, жігітек руының билеушісі. Тоғжан, сәні әніне ақтасқан асыл ару. Қуандық, ақын қыз. Салтанат, Абайдың жақын досы, ақын қыз. Әйгерім, жас жігіттің нақсүйер сұлу, жарының аялы үлгісі. Дәркембай, кедей жақтардың бас көтерушісі, намысшыл, шыншыл. Мәкен, Абайдың келіні, Әбдірахманның жары, шын аты Мағрипа. Ербол, Абайдың жан досы. Тәңірберген, Абайдың ағасы, Құнанбайдың үлкен баласы. Өскенбай Ырғызбайұлы, Абайдың атасы, Тобықты руының атақты биі. Абай жолының бас кейіпкері Абай. Абайдың ақын, азамат, адам ретінде қалыптасуына сол жарты ғасыр ішіндегі қазақ қоғамының барлық ойы, қыры, қиял-аңсызымен өріле суреттеледі. Абай арқылы өткен ғасырдағы, екінші жартысындағы және осы ғасырдың басындағы барлық тірлік тіршілігін, мақсат мүддесін, күрес тартыстың бәрі түгел шарлап өтеміз. Абай жолы романының бірінші томы 1942 жылы жарыққа шықты, екінші томы 1947 жылы, ал 1949 жылы мемлекет сыйлығы берілді. Үшінші томы 1952 жылы, төртінші томы 1956 жылы жарыққа шықты, ал 1952 жылы еңбек сыйлыққа ие болды. Романдағы Абайдың іс-әрекеті. Қайтқанда, әке қолындағы қаннан қатты үркеді, ауырып қалады, қат-қабатта шөже өнеріне сүйсінеді. Әкесі үшін қатты ұялады, шындықты мойындайды. Жолда алғаш рет әкесінің қадалығына қарсы шығады. Шытырманда тоғжанды сүйе тұра ескілікке қарсы шыға алмайды. Бет белесте әкесінің бөжей ауылына істеп отырған әділетсіздігін бетке басады. Өрде ескілікке қарсы шыға алмай бөжейге ас беріледі, елге атағы шығады. Қияда жұттан кедей ауылды қорғайды, орыс әдебиетін оқи бастайды. Әкесіне тойтарыс береді. Тайғақта Абайдың Дәркембайды жұбатуы, әйгерімді кездестіріп әйгерімге үйленуі. Жайлауда Майбасарды кедей-кепшікке істеп отырған әділетсіздігіне тыйым салады. Еңісте Абайдың Пушкинді оқуы, Лосовский, Андреевтермен кездесуі, Михайловпен пікірлесуі, достық. Оқапта әмірді ажал тырнағынан арашалауы, қансонарда өлеңнің туы, биікте Пушкинді аударуы, Татьянаның зарын әйгерімнің әсем әнімен қазақ сахарасына танытуы. Эпилог. Абай ақын, Абай өлеңдерінің халық арасына тарауы. Мұхтар Әуезовтің тағы да бір танымал шығармасы Көксерек. Көксерек адам мен табиғат арасындағы байланысты көрсететін шығарма. Бұл шығарма 1929 жылы Жаңа әдебиет журналында жарияланады. Бұл шығарманың қысқаша мазмұнын айта кететін болса, бұл әңгімеге, шағын әңгімеге Мұхтар Әуезов мол мағына сыйдырған. Адам мәселесі, табиғат, қасқырлардың мәселесі ойға алынады.
Көксерек Құрмаштың нағашысы қасқырлар мекен ойрандап, қасқырды және оның енді көзін ашқан екі күшігін өлтіріп, кішкентай бөлтірігін ауылға алып келеді. Құрмаш сол бөлтірікті асырайды, оған Көксерек деген ат қояды. Көксерек ол кішкентай болғаннан кейін оны ауылдың иттері талап кететін, тіпті жандарына қоспайтын да. Көксерек ол кейіннен бір жыл өткен соң өседі. Сол кезде кішкентай кезінде өзін талаған иттерге шабуыл жасайтындай күші болатын еді. Ол Көксерек өсіп көкжал болады, ол далаға кетіп қалады, ауылға оралмайды. Ол сол кезде бір ұрғашы қасқырды кездестіреді. Онымен бірге өз азықтарын тауып күндерін көріп жүреді. Ол бір қатты боран болған күні 7 аш қасқырды кездестіреді де, сол күні бір ауылдың бір үйір жылқыларын малын жеп кетеді. Ауыл адамдары өте қатты ашуланады. Бір күні Құрмаштың атасы ауырып қалған кезде, қатты боранда Құрмаш қой бағуға шығады. Сол кезде Көксерек және де жанындағы 8 қасқыр сол қойларға шабуыл жасайды. Құрмаш оларға қарсы шығамын деп аттан құлап қалады. Сол кезде Көксерек Құрмашқа шабуыл жасайды. Көксеректің бір құлағындағы еннен Көксерек екенін таниды. Көксерек деп шақырады. Сол кезде бір аңшы ауылдағы бір ит асырайтын. Ол кәдімгі көкжал секілді өте қасқырларды жей алатындай, қасқырларға қарсы шығатындай төбет болатын. Сол ауыл адамдары сол итті де өзімен бірге алып Құрмашты іздеуге шығады. Ол Көксеректі бір сайдың жотасынан көріп қалады. Сол төбет Көксерекке шабуыл жасайды. Екеуі біраз арпалысады. Екеуі арпалысып жатқан кезде аңшы және де ауыл тұрғындары Көксеректі келіп бауыздайды. Сосын ол Көксерек өлгеннен кейін оны Құрмаштың апасына алып кеп береді. Апасы қайғыдан қан жұтып, менің балам не кінәсі бар деп қайғыдан құса болады. Мұхтар Әуезовтің шығармалары әлемдік жауһарлардан орын алатын шығармалардың бірі болып келеді. Сондықтан осы шығармалар жайлы көп деген мағлұмат алғыңыз келсе, осы шығармаларды оқуға шақырамын. Назарларыңызға рахмет.